Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге бұл мен Айкүміс. Каналға қош келдіңіздер. Мені жоғалтпау үшін каналға тіркеліп лайк басып, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Бұл видеода сіздерге каргоны дұрыс таңдауға 5 кеңес беретін боламын. Бірінші кеңес: посредниктерден сақ болыңыз. Кейбір адамдар бар, тегін каргоны сіздерге 3000 теңгеге, 2000 теңгеге сатады. 1000 теңгелік каргоны сіздерге 5000 теңгеге сатуы мүмкін. Ондай жағдайлар болмас үшін карго менеджерлерінен тікелей алыңыз карго адрестерін. Карго менеджерлерінің номерін инстаграмнан, телеграмдардан алсаңыз болады. Егер сізде телеграм канал болса, отзыв карго деген канал бар, соған кіріп, соның ішінен таңдасаңыз болады. Осы жерден таңдайтын болсаңыз, сіз тікелей менеджермен сөйлесетін боласыз. Екінші кеңес: карго менеджерімен сөйлесу. Карго менеджермен сөйлескен кезде көбісінің жіберетін қателігі ол менеджерден екі ғана сұрақ қояды. Сіздер завес қанша аласыздар, товар қанша күнде келеді, болды. Осы екі сұрақпен ғана шектеледі. На самом деле сіз карго менеджерінен көп затты сұрауыңыз керек. Ол завес қанша аласыз, қанша күнде товар келеді, отслежка сайт бар ма сіздерде, за хранение ақша төленеді ма. Кейбір карголарда бар. Мысалы, сіздің товарыңыз әртүрлі магазиннен заказ бергендіктен, мысалы, бірінші товарыңыз ерте келеді, бірінші товарыңыз кішкене 2-3 күнге кешігеді. Сол 2-3 күн товарды карго ұстайтын болса, сол 2-3 күнне әр күнне 500 теңгеден алуы мүмкін. Бұл жерде сол туралы айтып тұр. Келесі, за упаковка сіздер аласыздар ма? Кейбір карголар болады, завес $4-8, ал товарыңыз келгеннен кейін за упаковка дейді, за скотч дейді. Сонымен сіздің товарыңыздың бағасы жаңағы $5-5, $5 да жоғары болып кетуі мүмкін. Сондықтан осындай условияларды жіберіп алмаңыздар. Сосын минимально қанша килограммға заказ беру керек. Кейбір карголар бар, который сіздің товарыңыз мысалы 100 грамм болса да, сізден килограммнан ақшасын алады. Сонда моментті де жіберіп алмаңыздар. Міндетті түрде сұраңыздар, минимальный сумма қанша. Ал кейбір карголарда ол 100 грамм болса да қабылдай береді. 100 граммның ақшасын алады сіздерден. Келесі сұрайтын сұрақ: ол үлкен объемный заттарды қалай есептейді? Кейбір карголар үлкен объемный заттарды көппен есептейді. Мысалы, сіз көп термоковриктар, онда объемный болып келеді ғой. Сондайларды қалай есептейтінін нақтырақ сұрап алыңыз. Сосын бұл жерде тағы карголардан сұрайтыныз: қандай заттарға тыйым салынған? Карголарда телефон, смарт-часы, қару-жарақ, электронный сигарет деген сияқты заттарға тыйым салынған заказ беруге. Сондықтан карго менеджерінен нақтырақ сұрап алыңыз. Мына тізімде Инэкспорт компаниясының тыйым салынған заттары, яғни смартфондар, ноутбуктар, iPad, медициналық мақсаттағы заттар, осының барлығы заказ беруге тыйым салынған. Егер сіздің заказ берген товарыңыз шекарада ұсталынып, бір фурадағы товардың кешігуіне себеп болса, бір фураны артқа қарай қайтуына себеп болса, сіз штрафты сіз төлейтін боласыз. Бірақ кейбір карголар бұндай заттарды тасымалдай береді. Сондықтан бұндай заттардың бәрін каргодан нақтырақ сұрап алыңыз. Үшінші кеңес: ол карго туралы отзыв жинау. Тегін карго, арзан карго деп кез келген каргоға тіркеле бермейміз. Каргоны таңдамас бұрын телеграмдардан, инстаграмдардан, қазір көптеген карголардың өздерінің инстаграм парақшалары бар. Сол инстаграм парақшаларында карголар осындай күннің товарлары келіп жатыр деген сияқты стористар, сондайлар салып отырады. Соны бақылап жүрсеңіздер болады.
Сізде егер телеграм болса, телеграм чаттар бар, пиндуа чат, 1688, табо, трендуал деген сияқты. Соның барлығы карго арқылы жұмыс жасайтындықтан оларда отзыв бар, яғни товарлары қай уақытта келді, қашан заказ берді, қай уақытта, қанша күнде қолына алды, завис қанша төледі деген сияқты. Соның бәрін бақылап зерттеп шықсаңыздар өздеріңізге жақсы болады. Төртінші кеңес, карго адресті тексерту, яғни менеджерге. Сіз таңдаған карго сізге пиндуаға болсын, 1688-ге болсын, карго адресті қалай енгізу керек, сол туралы видео инструкциясымен сізге жіберу керек. Сол арқылы сол видеода қалай жазылып тұр, тура солай толтырасыз. Видеода қалай тұр, тура солай номер жаз деген жерге номер, код жаз деген жерге код, қала жаз деген жерге қаланы жазып шығып, карго менеджеріне міндетті түрде жазған адресіңізді тексертіп алыңыз. Көп менеджерлер тексермейді. Видеода қалай жазылып тұр солай істесеңіз бәрі дұрыс деп, но все равно бір ауыз айтып тексертіп алғаныңыз дұрыс. Егер сіз ол жерде дұрыс толтырмаған болсаңыз, сіздің товарыңыз жоғалады. Егер сіз өзіңіз адресті теріс енгізген болсаңыз, ол товарға сіз жауап беретін боласыз, карго емес. Сондықтан карго адрес енгізу өте маңызды болып табылады. Бесінші кеңес, ол для проверки заказ жасау. Сіз адресті енгіздіңіз, ол дұрыс па, дұрыс емес па, енді нақты негіз көбінде дұрыс болады ғой, но все равно для проверки ең алғаш киім заказ берген дұрыс. Кейбіреулер для проверки дейді да, резинка заказ береді, ол резинканың бағасы пиндуада 30-40 теңге тұрса, ол Қазақстанға келумен, доставкасымен, весімен бағаны айттым ғой. Кейбір карголар ол даже 100 граммға жетпесе де килограммның ақшасын алады. Бір резинканы сіздерден 2,5 теңгеге алып отырмас үшін бір нормальнылау киімдер ма, аяқ киім ба, сондай бір заттарға заказ берген дұрыс. Сіздің заказ берген затыңыз каргоның Қытайдағы складына 24 сағатта немесе 3-4 күн ішінде доставка болады. Егер сіздің каргоңыздағы слежка сайтында осылай көрсетіліп тұрса, на складе деп, онда сіз енгізген дұрыс, ары қарай заказыңызды жасай берсеңіз болады, сол адрес бойынша. Ал егер сізде шықпаса, онда қайтадан менеджерге жазып, адресіңізді тексертіп алыңыз. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер бұл кеңестерім сізге ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, мені жоғалтпау үшін қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше.